Бүгінгі видеода сүт тығыз торты. Ең алдымен сгущенкамызға бөлме температурасындағы сары майымызды 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін үстіне ұнмен өлшеніп алынған разрыхителімізді салып, оны да жақсылап миксерлейміз. Дұрыстап араластырып аламыз. Осыдан кейін 22 диаметрлік өлшеп сызылған қағаздарымызға өлшеп алып саламыз. Шамамен 85-80 граммнан айналды. Табаның арт жағын айландырып саламын. Мен үнемі осылай ыңғайлы болады. Осылай 7 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Қалғанын шет жақтарын лақтырмаймыз, әсемдегенге керек болады. Енді кремін жасаймыз. 33% сливкидің үстіне сгущенкамызды қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Осы жерде менде қате кетті. Ыдысыма сыймай қалып, үлкен ыдысқа араластырып, дұрыс араласпай сұйық крем шықты. Негізі қаттырақ болу керек. Творожный сыр болмай, үстіне сметана қостым. Сөйтіп кремді бүлдіріп алдым. Негізі бұндай болмау керек. Содан кейін үстінен осылай жағып отырған кезде үстіңгі жақтарын осылай басамыз. Сонда тегіс тортымыздың формасы әдемі болып шығады осылай. Тек менде қате кеткен сол кремнен болды, ыдысымнан деп ыдыстан көре салдым. Бірақ дәмі өте керемет болды. Уайымдап едім қалай болар екен деп. Бірақ сливкимен жасалғаннан кейін өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шықты.